Құйрық майдың қасиеті. Анам денсаулығы нашар, 2 күннің бірінде ауырып қалатын, әлсіз адам болатын. Әсіресе басы көп аурушы еді. Қабағы ашылмай, біз қаттырақ күліп қалсақ жақтырмай отыратын. Бірақ қанша ауырса да дәрінің көмегіне жүгініп көрмеген. Өз бетінше ем-дом жасап, ауруым басылып қалды деп отырушы едім. Сол кезде жасаған емдерінің көмегі тиді ме, кейін анамның денсаулығы жақсы болды. Аурудың көбісі суықтан болады деп түсінетін анам көбіне 1 шелек суға 1 кесе тұз салып суған түсетін. Сөйтіп денесін өсімдік майымен сылап, жылы оранып жатып қалатын. Көрпенің астында жатып әбден терлеген соң киімін ауыстырып, ыстық шайға бал салып ішеді. Содан кейін 3-7 күнге дейін суық су ішпей, мұздай зат ұстамай, жылы киініп жүруші еді. Бірде басы қатты ауырғаны бар. Сонда қойдың тұздалмаған құйрық майын басының көлемінде етіп кесіп алды да 2-ге бөліп, бірін төбесіне, бірін желке жағына қойып, үстінен пленка орап, оның сыртынан жылы орамал тағып жатып қалды. Біраз уақыттан кейін бізге терлеп жатқанын айтып, шай әкелуімізді сұрады. Сүт қатқан қою шайды ішіп, тағы да жатып қалды. Ал кешкісін бас ауруы басылып қалғанын айтып, орнынан тұрды. Қазір анамның жасы 60-қа таяп қалды. Көп ауырғанына қарамастан жас көрінеді. Есте сақтау қабілеті де жақсы. Ол кісі біздің ауырсақ дәрі ішетінімізді жақтырмайды. Сол бір кездері өзі жасаған емдерді айтып отырады. Оған біз қазір экология, ондай емдер әсер етпейді деп бой бермейміз. Бірақ анама қарағанда біздің есте сақтау қабілетіміз төмен. Көп ашуланамыз, тез шаршаймыз, және де көп уақыт ұйқымыз келіп, өзімізді кейде нашар сезініп, көңіл күйіміз болмайтын уақыттарда болады. Бұған белгілі бір дәрежеде қабылдаған дәрілеріміздің де әсері бар ма деп ойлаймын кейде. Мүмкін табиғи, ағзаға зияны жоқ заттармен емделген дұрыс па?